Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте жеңіл әрі қарапайым заттардан жасалатын таңғы асқа керемет идея болатын рецепті ұсынайын деп жатырмын. Құрамына керекті заттар бізде ұн қажет болады, творог яғни сүзбе, қант және де бір дана жұмыртқа және сәбіз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызды алып, оған бір дана жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Және оның үстінен творог яғни сүзбемізді салатын боламыз. Мен қазір описание бөліміне құрамына керекті заттардың қанша қосылатынын жазып кететін боламын. Міндетті түрде сол рецепт бойынша жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Осылай қастың көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан соң барып бір дана сәбізімізді алып, үккіштен өткізіп алатын боламыз. Негізі сары сәбіздің орнына кәдімгі үйдегі қызыл сәбізді де қолдансаңыздар болады. Ешқандай да айырмашылығы жоқ. Яғни сары сәбізде, қызыл сәбізбен де жасап көрсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Барлығын біркелкі етіп қасықпен араластырамыз және оның үстінен қазір қантты салатын боламыз. Яғни бұл жерде 3 шай қасық қантымызды салып аламыз да тағы да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Бұл жерде жақсылап араласу қажет, яғни біркелкі бір-біріне жақсылап тигенше. Содан соң барып ұнды салатын боламыз. Бұл жерде ұнды көп салмайсыздар. Яғни 1,5 ас қасықтай етіп ұнды салып алатын боламыз. Себебі бұл жерде біз өте аз етіп жасап жатырмыз. Яғни таңғы асқа кашаның жанына жасасаңыздар да болады. Дәмі керемет, котлет сияқты жасалатын, өте оңай, аз ғана уақытқа жететін. Міне жақсылап араластырып алдық. Біздің жаңағы дайын болды тіске басарымыз. Енді осыны қазір пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен оны формаға келтіріп алуымыз керек. Осылай бір қасықтай етіп аласыздар да, кәдімгі қолымызбен дөңгелекше етіп, кәдімгі формасын жасап алатын боламыз. Осылай барлығын алдын ала жасап қойсаңыздар, өздеріңізге өте оңай болады. Бірден жаңа қызып тұрған майға қуырып алатын боласыздар. Міне, енді біз қуырып жатырмыз қазір. Өте тез қуырылады. Газдың астын, яғни отымызды баяу қосып қойыңыздар. Себебі жаңағыда қатты болатын болса, жаңағыдай беткі жағы ғана пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Міне екі жағы да қызарып пісті. Біздің тіске басарларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Құрамы өте қарапайым заттардан жасалады. Үйдегі барша адамның үйіндегі бар заттар десек те болады. Қазір арасын ашып көрсететін боламыз. Арасының барлығы піскен. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.